Қайырлы күн достар, мен сіздермен өте керемет пайдалы кеңесті бөліскім келіп отыр. Үйде күнделікті қолданылатын қасық, вилкаларымызды немесе газ плиткасының құлақтарын 5 минут ағартып аламыз. Бізге қажетті заттар: фери 1 ас қасық, 1 ас қасық комет, 1 ас қасық белизнаны құйып, үлкендеу ыдысқа қасық вилкаларымыз батып тұратындай етіп, затымыздың үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ыдысымызды толтырып, сосын қасық вилкаларымызды 5 минутқа саламыз. 5 минуттан артық тұруға болмайды. Қолданып көріңіздер, өте керемет пайдалы кеңес. Әсіресе қыз-келіншектерге, күндіз келіншектер, қыздар жұмыста боламыз. Арасында сол тамақ істеп жатып, 5 минутқа осындай ыдыстарды салып қойып, бұның бір бізге қажетті жері кометпен немесе қырғышпен қырып ағартып отырмаймыз. 5 минутқа салып қоямыз. Өте тап-таза болып шығады. Қараңыздар, судың бетіне май бөлініп, кірлер бөлініп шығып жатыр. Жеке-жеке ысқылап отырмайсыздар. 5 минутқа қойып, сосын заттарымызды судан шығарамыз. Жақсылап жуып, кептіріп қоямыз. Қараңыздар, өте керемет. Жаңадан сатып алғандай етіп, тап-таза, жып-жылтыр. Біреу келсе де ұялмай бере бересіздер қасықтарды. Ұнап жатса қолдап кетіңіздер.